Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Бір жарым айдан бері эфирде жүздеспедік. Оған себеп Назарбаев жүйесіндегі Тоқаев билігінің қасақана әрекеттері, яғни жазықсыз түрде, заңсыз түрде абақтыға қайта жабуы. Бірнеше күн бұрын осы Алматы қаласы полиция департаментінің астындағы уақытша ұстау изоляторында отырып, сол жерден шықтым. Бүгін өздеріңізбен жүздесіп отырмын. Әрине, ол жерде отырғанымыз бәріміздегі заңсыздық. Демпартияның 7-1 мүшесі Сағидулла Мергенбаев, Берік Хамидуллин, Мейірхан Жолаев, Нұрбол Қасымбеков, Аружан Дүйсебаева, Дәурен Достияров және мен осы 15-20 күн тар қапаста отыруға мәжбүр болдық. Жазықсыз түрде, заңсыз түрде. Ал тағы 3 мүшесі Нұрбол Бәйтереков, Гүлнар Мирманбетова, Инга Иманбай үлкен мөлшерде айыппұл арқалады. Үшеуіне салынған айыппұлдың жалпы сомасы миллион теңгеге жуық. Бұл енді биліктің өте бір әділетсіз түрде жасаған қысымы Демократиялық партияға. Өйткені Демократиялық партияның көсемі, жетекшісі, белгілі саясаткер Жанболат Мамай абақтыда отыр. Енді бүгінгі айтарым, жалпы неге қамағаны туралы емес, басқа мәселелер емес, ол туралы жеткілікті түрде айтып жатырмыз. Бүгінгі айтарым, біз қандай жағдайда абақтыда отырдық. Мен және Дәурен Достияров, Аружан Дүйсебаева Алматы қаласы полиция департаментінің астында, яғни Алматы қаласында Масанчи көшесі 57-ші мекенжай бойынша орналасқан ғимараттың астында отырдық. Негізі біз ол жерде отыруға тиісті емеспіз. Өйткені біз әкімшілік қамауға алынған адамдар ретінде Алматы қаласындағы Лобачевский көшесі 10-ші үйдегі мекенжай бойынша сол жерде орналасқан әкімшілік қамауға алынғандармен бірге отыруымыз керек еді. Бірақ әдейі билік бірнеше рет осындай қасақана әрекеттерге барып отыр. Мені де өткен жылы 20 күн бойы осы полиция департаментінің астында 20 күн бойы ұстаған. Аштық жариялағаныма қарамастан, яғни мен ұрып соққан үшін аштық жариялағам. Соған қарамастан Лобачевскийдегі әкімшілік қамау орнына ауыстырмады. Және дәл сол жерде осы қаңтар айында, қаңтардың 6-сы мен 13-ші аралығында 7 күн бойы Дәурен Достияровты қалай азаптағанын бүкіл әлем біледі. Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары жазды. Ал енді кеше ұстағаннан кейін, 7 мамыр күні бізді ұстағаннан кейін, СОБР қызметкерлері тіпті митинг өткен жоқ, митингке барған тұста бізді күшпен ұстап алып кетті, асқан сондай бір қатыгездікпен. Бірақ ол жерде сот әділетсіз өтті, ол да түсінікті, бәрі белгілі, прокурордың әрекеттері, судьяның әрекеттері деген сияқты алдын ала барлығы белгілі болған. Бірақ айтайын дегенім, біздің қылмыскерлер отыратын орында, қылмыскерлерді ұстайтын жағдайда сол жерде отыруымыз. Өйткені полиция департаментінің астындағы ол уақытша ұстау изоляторы деп аталады. Ол жерде қылмыскерлердің өзі 3 күн отыру керек. Яғни 3 күнге қамауға алынады. 3 күннің ішінде сол жерде не бостандыққа шығару туралы шешім шығады, немесе әрі қарай тергеу изоляторына, Алматының түбіндегі Ла 155-18 деп аталатын түрме орнына апаруға шешім шығарады. Яғни бұл жерде өте тар қапас. Мен Лобачевский 10 мекенжайындағы әкімшілік қамау орнында да отырғанмын. Ол жермен салыстырсаң, ол жерді осы Масанчидегі қамау орнымен салыстырсаң, ана жерді бір шипажай деп есептейсің. Өйткені ол жерде барлығы ашық, серуенге күніне 2 рет шығады, және ішінде өздеріне ыстық шай қайнатып алуға мүмкіндігі бар, 2 күн сайын душқа түсіп алу мүмкіндігі бар. Яғни сондай бір ол жердегі атмосферада сондай бір еркін, бейбіт түрде, өйткені ол жерде бірде-бір қылмыскер жоқ, ол жерде қылмыскер ұсталмайды, тек қана әкімшілік қамауға алынғандар ғана отырады. Ол жер мүлдем жайлы. Бірақ Дәурен Достияров екеумізді және Аружан Дүйсебаеваны бұлар әдейі қылмыскерлер отыратын жерге алып келіп, сол жерге қамады, тар қапасқа, терезелері өте тар, биікте, және серуенге де шығу уақыты өте аз. Бірінші айтатынымыз, ол жерде жағдай өте қиын, өйткені бұл жерде біз қарадық, мынау төсек жабдықтары деген өте үлкен мәселе.
түйдек матраста 20 күн бойы жатуға мәжбүр болдық. Матрас тұрсаң, матрас жоқ деп бәрі қыл шөппен аузын сүртеді. Және ол жерде төсек жабдықтарына постель дейді, ол да ауыстырылмайды. 20 күн бойы сол жерде өзіміз жуып, тазалап жатуға тура келді. Ал Лобачевскийдағы қамау орнында ол жерде 2 күн сайын душқа барады, 2 күнді араға салып. Және душтан кейін ол жерде міндетті түрде жаңа төсек жабдықтарын беретін. Ал мына жерде Масанчиде бірде-бір рет берілген жоқ. Кір жерде жатуға тура келді, тар қапаста. Және серуенге Лобачевскийде таңертеңгі таңғы асқа дейін, және түскі астан кейін 2 рет шығаратын болса, және әр шығарған кезде 1 сағатқа шығарып, ашық жерде барлық азаматтарды, басқа камерадағыларды қосып шығаратын болса, ал мына Масанчиде дәл бір қылмыскерлерді ұстағандай 5-6 минутқа ғана шығарады, және тек қана бір камерада қаншадан бар, соларды ғана шығарады, басқа камералармен араластырмау үшін. Яғни бір қылмыскерлерді ұстағандай ұстайды. Және ол серуенге шықты деген тек аты ғана, ол жерге шыққанда жан-жағы, төбесі барлығы жабық, яғни күннің өзін көру мүмкін емес. Аз уақытқа шығарады. Және ол серуен деген аты ғана. Ал енді тағы айтатынымыз, бұл жерде басшылықтың өте сондай бір дарынсыздығы, басшылықтың қабілетсіздігі. Ол жерде изолятордың басшысы Дархан Мұхтар деген полиция подполковнигі өткен жыл қамалған кезде сол болған, биыл да сол болды. Ол жерде басшылық қызметті атқаруға тиіс емес деп есептеймін. Өйткені оның қарамағындағы қызметкерлердің барлықтары өздеріне сай қалай ыңғайлы солай жұмыс істейді. Мысалы үшін душқа апарғысы келсе апарады, апарғысы келмесе апармайды. Серуенге қай уақытта шығарғысы келсе шығарады. Егер жарты сағатқа шығарамын десе жарты сағатқа шығарады. Егер шығарып 5 минуттан кейін кіргізіп жіберемін десе 5 минуттан кейін кіргізіп жібереді. Яғни қызметкерлердің көңіл күйіне байланысты сол жерде жүресің. Яғни нақты белгіленген бір ереже жоқ. Ол қылмыскерлерге байланысты да, және әкімшілік қамауға алынғандарға байланысты. Ал енді тағы бір айтатыным, бұл жерде Алматы полициясы мынау, білесіздер, Жанболат Май қамауға алынғанға дейін соңғы 5-6 ай бойы Жанболат Майды 5-6 көлік соны аңдып жүрді. Әр көліктің ішінде кемі 3 адамнан отырды. Және ойлап қараңыз, қанша рет біз осы митингке шығатын болсақ, Жанболатқа барсақ, түрмеге барсақ, Инга Иманбайдың менің артымнан осы полиция қызметкерлері аңдып жүреді. Оған ойлап қараңыз енді, қаншама көлік, қаншама жанармай шығындалады. Және сол жердегі қызметкерлердің, яғни олардың міндеті басқа қызмет, бірақ олар негізгі қызметінен уақытын ауытқытып, біздің соңымыздан жүреді. Оны бірінші рет қамалған кезде сол жердегі қатардағы қызметкерлердің өздері айтты. Бізге бұл мүлдем керек емес, бірақ бізге осылай тапсырма беріледі. Негізгі жұмысымыздан, біздің уақытымыздан айырылып, осы сендердің соңдарынан жүреміз деп. Енді ойлап қараңыз, соншама шығын шығарған Алматы полициясы мынандай сұмдыққа барып отыр. Қандай дейсіз бе? Оларда лампочка сатып алуға ақша жоқ. Яғни мен өзім отырған камераға сырттан өз жақтастарыма алдырттым. Лампочканы алып өзіміз салдық. Оны дәлелдеуге болады. Ол жерде камера бар даже. Яғни бейне камера арқылы біздің өзіміз алдырғанымызды көрсетуге болады. Және ол жерде кіріс қағаздар болады, сырттан кім тамаққа келгені. Сол жерде біздің жақтастарымыз Гүлзар және Гүлбаршын апайларымыз алып келген қағазда көрініп тұр, лампочканы алғанымыз. Және енді олар өздері лампочка салу керек, бірақ біз сырттан лампочканы алып салдырдық. Яғни ол жердегі жаңа шаруашылық бөлімінің басшысы айтты: "Сырттан алып келсеңдер салып берейік, бірақ бізде ондай жоқ" деп. Яғни өзіміз кітап оқуымыз үшін, енді 15-20 күнді дұрыс өткізуіміз үшін сырттан лампочка алуға мәжбүр болдық. Бұл енді сұмдық емес пе? Қаншама көліктерді соңымыздан салпаңдатып бергізуге ақша табады, бірақ лампочка салуға олар ақша таппайды. Ал тағы бір сұмдығы осы қызметкерлердің, мемлекеттік қызметтің, тіпті осы полиция құқық қорғау орындары ғой, ол қызметкерлерге сай еместігі. Мысалы үшін Альбина Ушурова дегенді мен кіргеннен бастап байқадым. Біздің камера тұрады, ол камераның есігінде үлкен кормушка деп аталатын тамақ беретін осындай ғана үлкендігі тесік болады. Сол тесіктен көрініп тұрады. Қарама-қарсы кабинетте сол Альбина Ушурова деген аяғын шешіп тастап, алдында дизи деген мынау сусын бар, соны ішіп, электронды сигаретін шылымын тартып, сол жерде жайбарақат отырады. Оған дауыстап сағатты айтып жіберіңізші, немесе қайнаған су беріңізші деген сөздерге мүлдем назар аудармайды. Соған байланысты 20 сәуір күні Дәурен Достияров 2 күн қалғанда шығатынына сол Альбина Ушуровамен сол жерде келіспеушіліктер орын алды. Яғни Дәурен қайнаған суды сұраған шай ішу үшін, бірақ ол естімеген кейіп танытқан. Ол барлық адамдарға сондай әрекет танытқан. Біз 15 күн бойы бақылағанбыз, бірақ сол жерде Дәурен оның басшысы, сол күнгі ауысымның басшысын шақыртқан түнде. Ол келген кезде Дәурен екеуміз оған кезекші прокурорды шақырып, анау Альбина Ушурованың үстінен арыз жазуға біз талап еттік.
бірақ олар кезекші прокурорды шақырған жоқ. Және кезекші прокурор өзі де келген жоқ. Негізі сол жерде Алмалы ауданында орналасқан осы Масанчи полициясы, Алматы полициясы. Ол жерге кезекші прокурор келу керек, тұтқындардың жағдайын білу керек. Бірақ 20 күн бойы бірде-бір кезекші прокурор келген жоқ. Ал енді Дәурен Достияров бостандыққа шығып кеткеннен кейін осы Альбина Ушуроваға осы изолятордың басшысы Дархан Мұхтар айтқан: егер Абзал қазір кезекші прокурорды шақырып, сенің үстінен арыз жазатын болса, сенің қызметіңе байланысты көңіл толмаушылық білдіретін болса, сен оған былай істе. Шығып кеткен інісі Дәурен Достияров менің бетіме қайнаған суды шашты деп, өзің қарсы арыз жаз деген. Сондай үгіт насихат, ақыл кеңесін берген. Оны сол жердегі 10-нан аса қызметкер естіген. Сол жерде бір-екі жігіт маған айтып келді. Содан кейін мен шу көтердім, адвокат шақыратынымды, жауап жасайтынымды айтқаннан кейін олар кейін шегінді. Енді бұл деген оңбағандық емес па? Жаңағы Дархан Мұхтар деген енді Дәурен Достияров су шашты деп айтуға қалай аузы барады? Дәурен су шашпақ тұр қыз баланың бетіне. Қайнаған су шашпақ түгіл, оған қатты дауыс көтеріп сөйлемейтін адам. Ал енді бірақ бұлар өзі ойлаған шығар. Алдында өздеріңіз білесіздер, қаңтар қырғыннан кейін адамдардың үтік басып, қайнаған суды құйған деген. Бұлар өздерінің қолынан келетін істі басқаларда жасалады деп ойлайтын сияқты. Бүгінгі айтарым ардақты ағайын. Біз қаншама осындай әкімшілік қамауға алып, ол біздерді қылмыскерлермен бірдей ұстап, сондай жағдайда ұстап, бізге қысым көрсетіп, алтын уақытымызды алып, бала шағамыздан жырақта ұстап, осындай психологиялық қысым көрсетемін десе, бұл билік қателеседі. Өйткені біздің жолымыз ақ қой, біздің жолымыз ақиқаттың жолы, біздің ниетіміз түзу. Біз ешқандай бүлдіргі жасап жатқан жоқпыз, заңға қарсы әрекет жасап жатқан жоқпыз. Соншалықты бізді өшпенділікпен қудалайтындай. Біз бар болғаны әділеттілік қалаймыз, және жақтасымыз, үзеңгілес досымыз Жанболат Мамайдың бостандығын талап етеміз. Жанболат Мамай бостандыққа шыққанша біз соңына дейін күресеміз. Өйткені біз керіс шегініп қалмаймыз, бұғып қалмаймыз. Керіс шегінуге біздің хақымыз да жоқ. Ал Назарбаевтың жүйесіндегі Тоқаев билігі одан әрі қудалайтын болса, біз оған да дайынбыз. Қандай да бір құқайды біз көтеріп алуға дайынбыз. Өйткені бір саяси күрестің бір имитациясын жасап жатырған адамдар емеспіз. Көзбояушылықпен айналысып жүрген адамдар емеспіз. Біз шынайы күрескерлерміз деп есептейміз. Сол себепті біз өзіміздің күрескерлер екенімізді дәлелдейміз. Ардақты ағайын, біздің Демократиялық Қазақстан YouTube арнамызға, Фейсбуктағы Жанболат Мамай онлайн парақшасына жазылыңыздар, пікір жазыңыздар. Өйткені сіздердің пікірлеріңіз, жазылғандарыңыз, қолдауларыңыз бізге өте маңызды. Биліктің сан мыңдаған блогерлері, ондаған жүздеген ақпарат құралдары бізге қарсы жұмыс істесе де, біз осы бар жоғы екі ақпарат құралдары арқылы осы биліктің сұмырайлығына, ақпараттық шабуылына төтеп беріп келе жатырмыз. Төтеп беріп қана қоймай, жеңіске жетіп келе жатырмыз. Қазір ел аралап көріп жүрміз. Барлықтары Жанболаттың бостандығын талап етіп отыр. Қайда барсам да, Жанар Жағармай бекетіне барсам да, көлікке отырсам да, кеше Тараздан отбасымен пойызбен келдім. Жол серіктерге дейін осы Жанболат Мамайдың жағдайын сұрап, соның тілеуін тілеп отыр. Ал елдің тілеуі қашанда қабыл болады. Көптің тілегі қабыл деген. Сондықтан біздің айтарымыз, біз соңына дейін күресеміз. Жанболат бостандыққа шыққанға дейін біз билікке тыным бермейміз. Назарларыңызда болған Абзал Достияр, келесіде жүздескенше.